Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Мемлекет кредитті кешіре ма? Қайтып кешіредей, бір 5 тал келіншек, 5 тал апа шығып Астанада айғайлаған үшін қалған қазақ отыр енді, алға енді бірдеңе болар. Бұл қазақтың соры сол. Кредитті тек қана бір ғана кешіретін жол бар. Ол Нұрғауындық нұр жүйені тас-талқан қылып, Нұрғауындық 200 отбасын тұтасымен соттап, бүкіл депутат, министр, облыс әкімі, аудан әкімі, сот, прокурор, полицияның бастығы бәрін жаппай соттап, халықаралық куәгерлер мен халықаралық заңгерлердің қатысуымен халықаралық сот ашып, бүкіл қазақтың жүйесін ауыстырған кезде, бүкіл банкерлерді соттаған кезде, ең қысқасы ауылдағы полицейдің бастығымен участковыйды соттап, түрмедегі нақақ сотталған қазақтың жастарын түрмеден босатқан кезде сенің кредитің кешіріледі. Одан бұрын сенің құл болғаның құл болған. Кредит осы заманғы көрінбейтін кісен, басыңа салынған көрінбейтін ажырғы. Ажырғы деген бұрын мына басқа тақтай салады. Мына екі қолды бүйтіп тақтайдың ішінен шығарады. Мойында үлкен дәу тақтай тұрады, сөйтіп тұрасың, міне ажырғы. Мынау сол ажырғы кісен кредит. Ай толғанда банктен жаңағы саған шалатын қоңыраулар, жіберетін хабарлама хаттар, ол кәдімгі бұрынғы құл иелерінің бишігімен арқаңды осып тұрып, тіліп тұрып, сабаған сабасы банк қазіргі құл иелері. Ал ол банктың ең төбесінде пирамиданың басында Нұрғауын отыр. Нұрғауындық жүйе, бүкіл банк соныкі, ұлыныкі, қызыныкі, бәрі соныкі. Сен одан құтылу үшін сен күреске шығу керексің. Қазақ ұйымдасу керексің. Бар өзің ғана істемей, қайтып күресесің. Жина, үгітте айналаңды. Сенің айналаңа бір кем дегенде 10 қыз 20 жігіт жиылмай ма? Жина, бас қос, шайға шақыр, дастарханға шақыр, кез, үгітте, асықпай сөйле, бүгін үгітте, ертең үгітте, арғы күні үгітте, лекцияларымызды тыңдап. Осындай сорлы болып жүреміз бе? Жаспыз. Бәрлерің жассыңдар. Өстіп жүреміз ба құр болып, айдан айға жетпей, кредит төлемей, шетел көрмей, қыдырмай, ауырсақ өліп қалып, дәрі де жоқ, дұрыс білім алмай. Бүкіл қазақтың баласы Америка, Еуропа, Жапония, Сингапурда білім алатындай ақша бар. Бүкіл қазақтың ең құрыған, қуған ит бармайтын, ең шеттегі, ең қиырда қазақтың ең бейшара, ең жарлы қазақтың ең момын баласын дүние жүзіндегі ең мықты оқу орындарынан ақшасын төлеп тұрып, тегін оқытатын ақша бар қазақта. Бүкіл қазаққа келіп сенің күйіп кеткен лампаңды жапон салып, сенің ана жанбай қалған электріңді неміске ремонттап, сенің шашыңды француз кеп тарап, сенің бәтіңкеңді ағылшын кеп сүртіп, америкалықтар келіп айналайын қазағын қанша миллиард долларыңды қай жерден қай жерге ауыстырып салып берейін деп жалынып отыратындар. Еврейлер келіп сенімен мен саған кеңесші болайыншы, мен саған айлыққа жұмыс істейінші деп жалынатындар. Сондай өмір сүретін мүмкіндігіміз бар еді біздің. Жер бетінде қазақ десе, әрбір қазақ миллиардер, әрбір қазақ миллионер деп ойлайтын образ қалыптасатын еді. Анау мұнайымызбен, газымыздан, уранымыздан түскен табыстан біз жер шарында уайымсыз, қайғысыз болып, әр қазақ Еуропада, Америкада, Канадада, Франция, Жапонияда, Сингапурда әр қазақ завод салып, қазақтың пысық жігіттері жер әлемге инвестиция салып, ғарышқа ракетасын ұшырып, бүкіл қазақ ақшадан ақша тудырып, зауыттан зауыт, өндірістен өндіріс ашып, себебі мемлекеттің ақшасы қисапсыз. Соның барлығын мына ұрығары қарақшылар сендердің байлықтарыңды тартып алып отыр. Қайтып күресеміз деген сөз бола ма? Үгітте ұйымдас, айналаңа 1000 жігіт жина, 1000 қыз жина, соның бәрі бір жігітті жинаудан, бір қыз жинаудан, айналаңа 10 досыңды жинаудан, 20 досың жинаудан, ячейка құрудан, ұйымдасудан, партизандық ұйымдар құрудан басталады. Анау кезіндегі төңкерістік фильмдерді көр, сонда партизандар қалай ұйымдасады бірімен бірі? Қалай пирамидалық жүйеде құпия партизандық топтар құрылады? Сондай топтар құр. Сөйтіп, мына билікпен күресудің жолын табасың. Қарсылық білдір, наразылық білдір, ұйымдас. Барлық әділетсіздікпен күрес. Міне, одан басқа не жол бар? Диванда жатсақ отырсаң, алға Серікжан деп. Көктен түспейді ешкім.
Көктен ешкімге құтқармайды. Ертөстік өліп қалған. Ертөстік қазақ қой. Оны өздерің ызадан өлтірдіңдер, күйіктен өлтірдіңдер, ашуланып өлді, асылып өліп қалды, ушып өліп алды. Ертөстік. Ертөстікке жала жауып 174 баппен соттап жібердіңдер. Аранда осы немене сен біреу соғыса береді екенсің осы. Тыныш жүрмейсің ба? Домбырамен ән айтып отырмайсың ба? Ертөстік сенде бір осы. Не деген күшті немесің өзі? Сен соттап жіберейші 174 баппен деп Ертөстікті 174 баппен соттап жібердіңдер қазақтар. Немесе Ертөстікті депутат қылып жібердіңдер. Әкім қылып жібердіңдер. Сонымен парақор болып кетті. Болды, Ертөстік жоқ болды. Баяғыда анау Боқболат қандай жақсы еді? Ән айтып жүргенде. Асып, тайпалып, көсіліп, шешенсіп сөйлеген кезде сол Боқболаттан артық қазақ жоқ сияқты болып көрінетін көзімізге. Депутат қылып еді, болды ғой, Боқболатыңда. Ең соңында қарғы сөлек болып, сиырдың емшегінен айырма құдай деп, сол қарғы сөлек болып кетті ғой. Міне. Сондықтан жеке басының 5 күндік рахаты үшін ұлтының мүддесін сататын табансыз, табанның бірі жоқ, майдансыз жігіттердің көптігінен қазақ сорлап отыр. Қазаққа табандылық керек, қазаққа тентек мінез керек, қазаққа батырлық, ерлік керек, қазаққа қайыспайтын, қайтпайтын, сатылмайтын, сынбайтын, майыспайтын, иілмейтін мінез керек. Қазақтың баласын тентек қылып тәрбиелеу керек, бұзсын, қиратсын. Тағы не сұрақ бар? Көріп отырсыздар, бөлісіп таратып қойыңыздар. Facebook 147 адам, YouTube 1108 адам. Бөлісіп таратып, комментарий жазып, лайк басып қойуды ұмытпаңыздар. Бөлісіңіздер Facebook. Әр қазақ бір кем дегенде 50 Facebook группаға бөлісіңіздер. Ассаламағалейкум. Таразда Қордай деген жерде алтын шығатын завод ашпақшы, ауыл халқы шулап жатыр дейді. Ол алтынды кім ашпақшы? Кім оны сатыпты? Акционер кім? Ол жерді не үшін? Ол біреу жекеменшікке алған. Мемлекеттен ашық ақпарат сұраңдар, ереуілге шығыңдар, ұйымдасыңдар. Сол жергілікті сол алтын кенінің үстінде отырған халық, сол алтын кенінің кем дегенде 51% акционері болу керек. Әрбір сол Қордайдың Қараой деген жерінден қазағының әр қайсында кем дегенде үлес болу керек. Әр отбасы, мысалы, ол Қараойда қанша қазақ барын білмеймін, әр отбасы сол алтын кенінің заңды үлескері, учредителі болу керек. Сөйтіп ана кеннен алу керек. Ол кенді кім жекеменшікке алды? Ол отбасы ма? Назарбаевтың әулеті ма? Анықтаңдар, тексеріңдер, видео мәлімдеме таратыңдар. Азаттықтың журналистін шақырыңдар, басқа журналист шақырыңдар, өздерің Фейсбукта тікелей эфир жүргізіңдер, немесе сол Қаройдың халқы ұйымдасып, барлықтерің Фейсбукта тікелей эфир жүргізіп, оның сілтемесін бізге беріңіздер, біз каналға салайық. Оны кім ашқалы жатыр, кім қазғалы жатыр, мемлекетке қанша түседі, бәрі ашық ақпарат болсын. Міне, сонда ұры-қары қарақшылардың жеңішімен жалғасқан былықтар ашылады. Барлық мәселе де сол. Өз құқыңды өзің қорға.